Өзінің өткір хош иісі мен ерекше дәмімен сарымсақ ғасырлар бойы әлемнің түкпір-түкпіріндегі асханалардың көркін келтіріп келеді. Ежелгі өркениеттерден бастап, қазіргі гастрономияға дейін сарымсақ сүйікті ингредиент болып табылады. Ол дәмді тағамдарға тереңдік қосады. Бірақ сарымсақ тек дәмді күшейткіштен артық. Ұрпақтар бойы ол өзінің күшті емдік қасиеттерімен танымал болды. Ежелгі мысырлықтар оны күш пен төзімділікті арттыру үшін қолданған. Сол сияқты, ежелгі гректер сарымсақтың терапевтік құндылығын мойындады. Бүгінде заманауи ғылым осы дәстүрлі пікірлердің көбін қолдайды. Зерттеулер сарымсақтың денсаулыққа пайдалы әсерін ашуды жалғастыруда. Сарымсақ әлеміне тереңірек үңіліп, оның денсаулыққа тигізер пайдасын зерттейік. Сарымсақтың денсаулыққа пайдасы негізінен аллицин деп аталатын күкірті бар қосылысқа байланысты. Аллицин сарымсақ тілімдері ұсақталғанда, немесе туралғанда пайда болады. Бұл күшті қосылыс сарымсақтың ерекше өткір хош иісі мен дәміне жауап береді. Аллицин күшті антиоксидант. Антиоксиданттар біздің жасушаларымызды зиянды бос радикалдардың әсерінен қорғайды. Антиоксиданттық қасиеттерінен басқа, аллицин денсаулықты жақсартатын басқа да әсерлерге ие. Оның бактерияға қарсы, вирусқа қарсы және саңырауқұлаққа қарсы қасиеттері бар. Бұл сарымсақты инфекциялармен күресудің құнды табиғи құралына айналдырады. Сонымен қатар, аллицин қабынуға қарсы қасиеттерге ие. Қабынуды азайту арқылы аллицин созылмалы аурулардың қаупін азайтуға көмектеседі. Аллициннің мөлшерін барынша арттыру үшін сарымсақты шикі, немесе аздап пісірілген күйінде тұтыну керек. Бүгінгі заманда күшті иммундық жүйені сақтау бұрынғыдан да маңызды. Біздің иммундық жүйеміз ағзамыздың зиянды патогендерден қорғануы. Сарымсақ иммунитетті күшейтетін қасиеттерімен ұзақ уақыт бойы танымал болды. Зерттеулер сарымсақ иммундық жасушалардың жұмысын жақсарта алатынын көрсетеді. Бұл күшейтілген иммундық реакция ағзамызға инфекциялармен тиімдірек күресуге көмектеседі. Зерттеулер сарымсақты үнемі тұтыну суық тиюдің ауырлығы мен ұзақтығын азайтуы мүмкін екенін көрсетеді. Сарымсақтың вирусқа қарсы қасиеттері вирустық инфекциялардың ұзақтығын қысқартуға көмектеседі. Сонымен қатар, сарымсақтың бактерияға қарсы және саңырауқұлаққа қарсы қасиеттері тыныс алу жолдарының, ас қорыту жүйесінің және терінің инфекциялары сияқты басқа да инфекциялармен күресуге көмектеседі. Сарымсақты рационымызға қосу арқылы біз ағзамыздың табиғи қорғанысын нығайтып, жыл бойы денсаулығымызды сақтай аламыз. Жүрек ауруы әлемдегі өлімнің негізгі себебі болып қала береді. Жыл сайын миллиондаған адамдар осы аурудан зардап шегеді. Дені сау жүректі сақтау, жалпы әл ауқат үшін өте маңызды. Жүрек денсаулығын жақсарту үшін өмір салтын өзгерту қажет. Сарымсақ жүрек қан тамырлары денсаулығын қолдаудағы күшті одақтас ретінде пайда болды. Оның көптеген пайдалы қасиеттері бар. Зерттеулер сарымсақ қан қысымын төмендетуге көмектесетінін көрсетеді. Бұл жүрек ауруының негізгі қауіп факторы. Қан қысымын бақылау өте маңызды. Ол мұны қан тамырларын босаңсытып, қанның оңай ағуына мүмкіндік береді. Бұл қан айналымын жақсартады. Сарымсақ сонымен қатар, LDL холестерин деңгейін төмендетуге көмектеседі. Ол көбінесе жаман холестерин деп аталады. Холестерин деңгейін төмендету маңызды. LDL холестерині артерияларда жиналып, қан тамырларын тарылтатын және қатайтатын бляшек түзеді. Бұл жүрекке зиян келтіреді. LDL холестеринін төмендету арқылы сарымсақ бляшектердің пайда болуының алдын алып, қан ағымының сау болуына көмектеседі. Бұл жүрекке пайдалы. Сонымен қатар, сарымсақ жүрек қан тамырлары жүйесіне пайдалы қабынуға қарсы қасиеттерге ие. Бұл оның тағы бір артықшылығы. Қабынуды азайту арқылы сарымсақ жүрек ауруларынан қорғауға көмектеседі. Бұл жүрек денсаулығын жақсартады. 5-ші бөлім. Қатерлі ісіктің алдын алу және сарымсақтың әлеуеті. Қатерлі ісік аномальды жасушалардың бақылаусыз өсуімен таралуымен сипатталатын күрделі аурулар тобы. Зерттеулер сарымсақ қатерлі ісік қаупін азайтуда рөл атқаруы мүмкін екенін көрсетеді. Зерттеулер сарымсақты көп тұтынатын популяцияларда қатерлі ісіктің кейбір түрлерінің деңгейі төмен екенін көрсетеді. Сарымсақтың қорғаныс әсері оның антиоксиданттық және қабынуға қарсы қасиеттерімен байланысты. Сонымен қатар,
Сарымсақтың құрамында зертханалық зерттеулерде қатерлі ісік жасушаларының өсуін тежейтіні дәлелденген күкірт қосылыстары бар. Қосымша зерттеулер қажет болса да, сарымсақты салауатты тамақтануға қосу қатерлі ісіктің алдын алуға ықпал етуі мүмкін. 6 бөлім. Басқа аурулар, басқа пайдасы. Иммунитетті күшейтетін, жүрекке пайдалы және қатерлі ісікпен күресетін әлеуетінен басқа, сарымсақ денсаулыққа басқа да пайда әкеледі. Оның құрамындағы антиоксиданттар мен күкірт қосылыстары ағзаны зиянды заттардан қорғайды. Спорттық көрсеткіштерді жақсарту. Сарымсақ дәстүрлі түрде шаршауды азайту және спорттық көрсеткіштерді жақсарту үшін қолданылған. Бұл әсіресе спортшылар мен белсенді өмір салтын ұстанатын адамдар үшін маңызды. Кейбір зерттеулер сарымсақ азот оксидінің өндірісін арттыру арқылы жаттығу көрсеткіштерін жақсарта алады деп болжайды. Бұл молекула қан тамырларын босаңсытып, қан ағымын жақсартады. Бұл жүрек қан тамырлары жүйесіне де оң әсер етеді. Қандағы қантты бақылау. Сарымсақ қандағы қант деңгейін реттеуге көмектеседі. Бұл қант диабетімен ауыратындар, немесе осы аурудың даму қаупі бар адамдар үшін пайдалы. Оның құрамындағы белсенді заттар инсулиннің тиімділігін арттырады. Зерттеулер сарымсақ инсулинге сезімталдықты жақсартып, ағзаның қандағы қант деңгейін реттеу үшін инсулинді тиімдірек пайдалануына мүмкіндік береді деп болжайды. Бұл әсіресе қант диабетімен ауыратындар үшін маңызды. Детоксикацияны қолдау. Сарымсақтың құрамында ағзаның табиғи детоксикация процестеріне көмектесетін күкірт қосылыстары бар. Бұл заттар ағзаны зиянды токсиндерден тазартуға көмектеседі. Сүйек денсаулығын жақсарту. Кейбір зерттеулер сарымсақтың, әсіресе әйелдерде, сүйек денсаулығына пайдалы әсері болуы мүмкін екенін көрсетеді. Бұл сүйек тығыздығын арттыруға және остеопороздың алдын алуға көмектеседі. Қосымша зерттеулер қажет болса да, дәлелдер сарымсақтың салауатты өмір салтына жан-жақты және құнды қосымша екенін көрсетеді. Оның көптеген пайдалы қасиеттері оны күнделікті рационға қосуға лайық етеді. 7 бөлім. Тамақтанудағы сарымсақ, кеңестер мен амалдар. Енді сарымсақтың денсаулыққа пайдалы әсерін зерттеп болған соң, сіз бұл тағамдық күшті рационыңызға қалай қосу керектігін ойлап отырған шығарсыз. Сарымсақты күнделікті тағамдарыңызға қосу оңай және дәмді. Денсаулыққа пайдасын барынша арттыру үшін сарымсақты шикі немесе аздап пісірілген күйінде тұтыну керек. Бұл оның пайдалы қасиеттерін сақтауға көмектеседі. Сарымсақты ұсақтау немесе турау, алинді алицинге айналдыратын алиназа ферментін белсендіреді. Бұл қосылыс сарымсақтың денсаулыққа пайдалы әсерінің көпшілігіне жауап береді. Сондықтан сарымсақты турап, біраз уақыт күту маңызды. Шикі сарымсақты тұздықтар мен соустарға қосыңыз. Ұсақталған немесе үгітілген сарымсақ салат тұздықтарға және соустарға дәмді қосады. Бұл тағамдарға ерекше дәм береді. Жұмсақ дәм үшін сарымсақты қуырыңыз. Сарымсақты қуыру, оның табиғи тәттілігін шығарып, нанға жағуға немесе макарон тағамдарына дәмді қоспа жасайды. Қуырылған сарымсақтың дәмі ерекше. Сарымсақтан ләззат алудың әртүрлі тәсілдерімен тәжірибе жасап, өзіңізге ең қолайлысын табыңыз. Әртүрлі рецептерді қолданып көріңіз, және сарымсақтың дәмін толық сезініңіз. 8 бөлім. Ықтимал жанама әсерлері және ескертулер. Сарымсақ әдетте тұтынуға қауіпсіз болса да, ықтимал жанама әсерлері мен ескертулерін білу маңызды. Дене иісі. Сарымсақтың күкірт қосылыстары тері тесіктері арқылы шығарылуы мүмкін. Бұл сарымсақтың иісі мен дене иісіне әкелуі мүмкін. Асқазан ішек жолдарының мәселелері. Көп мөлшерде сарымсақты тұтыну, әсіресе аш қарынға, кейбір адамдарда күйіргі, кебулер, газ немесе диарея тудыруы мүмкін. Қанды сұйылтатын әсерлер. Сарымсақ қанды сұйылтатын қасиеттерге ие болуы мүмкін. Сондықтан егер сіз қанды сұйылтатын дәрілерді қабылдасаңыз, немесе қан кету бұзылысы болса, дәрігеріңізбен сөйлесу маңызды. Әрқашан аз мөлшерде сарымсақтан бастап, төзімділігіңізді бағалау үшін біртіндеп қабылдауды көбейту жақсы идея. 9 бөлім. Сарымсақтың пайдасын қабылдаңыз. Ежелгі тамырларынан бастап, қазіргі заманғы суперфуд ретінде танылуына дейін, сарымсақ ас үйінің ажырамас бөлігі және денсаулықты жақсартатын күшті ингредиент ретінде өз орнын алды. Оның антиоксиданттардың,
аллициннің және басқа да пайдалы қосылыстардың бірегей үйлесімі ағза үшін кең ауқымды қорғаныс әсерін ұсынады. Сарымсақтың пайдасын қабылдап, бұл ежелгі дәрілік заттың денсаулыққа тигізер керемет пайдасын сезініңіз. Тамақтануыңызға немесе денсаулық режиміңізге айтарлықтай өзгерістер енгізбес бұрын медициналық қызмет көрсетушіңізбен кеңесіңіз.